Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажаннан дайындалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге баклажан, помидор, укроп және сарымсақ керек болады. Алдымен баклажанды осылай екіге бөліп турап аламыз, барлығын бір келке етіп. Баклажанның салаты өте қатты ұнайды маған, жиі жасап тұрамын. Баклажанды турап болған соң осылай тұз суға 10-15 минутқа салып аламын. 10-15 минут тұрған баклажандарымызды алып, осылай кептіріп аламын. Қағаз сүлгіге кептіріп аламын. Одан соң баклажандарымызды алып, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Қызарғанша қуырамыз. Помидорымызды да осылай турап аламыз. Дәл баклажанға ұқсатып турап аламыз. Содан соң укропты да турап аламыз. Барлығын ыдысқа салып, сарымсағымызды осылай мен езіп алдым. Содан соң майонезбен араластырамыз. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мөлдір.